Міне енді бұл шын қылыш емес, белдігім де жоқ. Қылышты белдікке ілу керек қой. Бірақ біз көреміз, кинода болсын, суретте болсын, осылай іліп қояды, я, қылышты белдікке. Сонда Таласбек айтушы, бұл үлкен қате. Қылышты осылай ілмейтін еді, қазақтар былай ілетін еді. Ол не үшін керек? Ол былайда, мысалы, қылыш былай әдепкідей іліп қойғанда, оны бір суырасың, сосын былай шабасың. Екі қимыл. Ал ол былай ілулі тұрса, ол былайда бір қимыл. Былай аласың да бірден шабасың. Бір қимыл. Сонда біз көреміз ғой, ковбой, я самурайлар туралы киноларда кәдімгідей әрбір сәт маңызды. Со сияқты қазақтарда да солай болған, және де кейін Таласбектен соны естіп, мен қазып көрсем, көптеген ескі суреттерде, 18 ғасырдың суреттерінде